Батыс Қазақстан облысында рухани жаңғыру бағдарламасы аясында 23 жоба жүзеге асырылып жатыр. Өңір тұрғындарының әл-ауқатын арттыруға меценаттар жарты миллиард теңге қаржы бағыттаған. Бұл қаржының басым бөлігі әлеуметтік нысандардың құрылысына жұмсалыпты. Демеушілердің қолдауымен өңірде көп балалы отбасыларды баспанамен қамту мәселесі де оң шешімін таба бастады. Толығырақ сол өңірдегі тілшіміз Талғат Серікқалиұлы айтып берсін. Ақпатерлік бүлдіршіндердің жаз қызығын ойдағыдай өткізуіне барлық жағдай бар. Әсіресе жуырда ғана ашылған мына ойын алаңының олар үшін жөні бөлек. Ауыл кәсіпкері бұл игілікті іске 1 миллион теңге қаржысын жұмсапты. Елде болып жатқан мынау жақсы игі іс, бүгінгі балалар алаңының ашылуы ата-аналар үшін үлкен қуаныш. Балаларымыз таңертеңнен бері қарай осы жерге жиналып, қуанып, мәре-сәре болып, ата-аналарымен келіп, бүгін мейрам деп мына алаңның ашылуына жиналып отыр. Өте қуаныштымыз. Көптеген игі істер ауылда атқарылды. Атап айтатын болсақ, жаңағы рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша жаңадан музей салынып жатыр. Оның сыртында фельдшерлік акушерлік пунктімізді осы жылдың басында ауылымыздың кәсіпкері өз қаражатына тұрғызып берді. Жалпы ауылымыз жылдан жылға көркейіп гүлденуде. Ауыл халқы өте ұйымшыл. Бірлігі жарасты ауылда демографиялық дүмпу байқалады. Жыл басынан бері Ақпатерде 20 шақты сәби дүние есігін ашқан. Жүкті әйелдердің жағдайы ауылдағы ақ халаттылардың жіті назарында. Жас аналар мен нәрестелерге профилактикалық ем-шаралар осы су жаңа ғимаратта жасалады. Басы ауырып, балтыры сыздаған ауыл тұрғындары да осы жерге келіп қаралады. Көптеген нәрселер жүзеге асып жатыр. Жаңағы сол кәсіпкерлердің қолдауымен спорт алаңдары салынды. Балалардың, сәбилердің көп болуына байланысты заман талабына сай балабақша ашылса деген ұсыныс бар бізде. Қоғамдық ойыншаға да ауада қажет деп есептейміз. Қасам Самат деген ағайымыз сол осы фапты салып ашты. Бұрын болмағанда біздер ол апатты жағдайда фельдшерлік акушерлік пункт болды орта жағында. Қиын болды, онда салқын болды, сосын деген енді қай кезде құлап кетеді деген енді қауіп болды біздерде енді жұмыс істеп отырғанда. Осы 5 қаңтарда ашылды, жылы, жарық. Округке қарасты 24 шаруа қожалығы ауылдастарының әл-ауқатын арттыруға үлестерін қосып жүр. Бірі әлеуметтік нысан салып берсе, енді бірі қысқы мал азығын қамдауға жәрдемдеседі. Жомарт жүректі жандар руханият мәселесінде назардан тыс қалдырған емес. Көп кешікпей ауылда өлке тарихынан сыр шертетін ашық аспан астындағы музей пайдалануға беріледі. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмутов, Батыс Қазақстан облысы, Хабар 24.